Мисс Полли мистер Пендлтонға берген уәдесін ұмытпады, бірақ оған хат жазуға не кездесуге баруға жүрегі дауаламады. Сондықтан да мистер Пендлтонға дәрігер қойған диагноз жайлы айтуды Нэнсиге тапсырған еді. Бұрындары мұндай тапсырма жүктелсе, Нэнси таңғалар еді. Әрине, мистер Пендлтонның жұмбақ үйін және қожайынды жақыннан көру қызық болатын. Ал қазір оған да қиын. Ол жан-жағына да мистер Пендлтонға да қарамады. «Сэр, мен Нэнсимін», деді Джон Пендлтон бөлмеге кіргенде. «Мисс Харрингтон мені сізге мисс Поллианна туралы айтуға жіберді». «Керемет», деді мистер Пендлтон Нэнсиден қобалжығанын жасыра алмай. «Жоқ, сэр, ештеңе де керемет емес. Керісінше, бәрі жаман. Мистер Пендлтон, сізге мынаны айтайын. Жаман», деп жауап берді Нэнси. «Жаман дегің келе ме?» деп бастаған мистер Пендлтон сөзін аяқтай алмады. Үнсіз қалды. «Иә, сэр», деді Нэнси басын қайғыра салбыратып. Дәрігер оның ешқашан жүре алмайтынын айтты. Бөлмеде тыныштық орнады. Олар бұл үнсіздікті ұзақ уақыт бұзғысы келмеді. Біраздан соң мистер Пендлтон былай деді: «Менің кішкентай балапаным, қор болған Поллианна». Нэнси оған бір сәт қарап қалды, бірақ бірден көзін төмен түсірді. Нэнси бүкіл әлемге наразы мына кісінің шын күйініп отырғанына сене алмады. «Қандай әділетсіз», деді біраз үнсіздіктен соң ол. Оның даусы дірілдеп ақырын шықты. Енді ол ешқашан күн сәулесі астында билей алмай ма? Кемпір қосақты жақсы көретін қызым-ай. Ол қайтадан ұзақ үнсіз қалды да бір кезде: «Өзі оны әлі білмейтін болар деп үміттенемін», деді. «Біледі, сэр», деп қайғыра жауап берді Нэнси. «Бәрі де аяқ астынан болды. Құрып кеткір мысықтың кесірінен барлығын естіп қойды. Мені кешіріңізші, өтінемін», деді. «Мен тек мысықтың есікті ашқанын, мисс Поллианнаның олардың әңгімесін естіп қойғанын айтқым келді». «Қор болған қызым-ай», деп тағы сыбырлады мистер Пендлтон. «Сэр, сіз оның түрін көрсеңіз басқаша сөйлер едіңіз», деді Нэнси демін ішіне тартып. «Мен оны осы жағдай болғалы 2-ақ рет көрдім, сэр. Бірақ сол көруім жүрегімді тілім қылуға жеткілікті еді. Түсінесіз бе? Ол үшін бұл тосын жағдай. Енді мисс Поллианна ештеңе істей алмайтыны туралы ауыр ойдан арыла алмай жатыр. Сол ойды көп ойлаған сайын қайғыға бата береді. Енді ештеңеге қуана алмайтынын айтып өлетін болды. Сіз оның ойыны туралы білмейтін боларсыз?» «Жоқ, білмеймін», деп асығыс жауап берді мистер Пендлтон. «Бірақ ол ойыны туралы бәрін айтқан сияқты еді», деп жалғастырды Нэнси. «Бірақ қайғылысы сол, енді өзі бұл ойынды ойнауды ұмытып қалған сияқты. Бұл оны қатты алаңдатады. Жүре алмағандықтан қанша тырысса да қуануға еш себеп таба алмай жатқанын айтты». «Бірақ ол неге қуануы керек?» деді Джон Пендлтон. «Маған да басында солай көрінетін, сэр», деді бір аяғынан екінші аяғына ауысып тұрған Нэнси. «Содан соң маған егер қуанса, жеңілдеп қалар деген ой келіп, ойын туралы есіне салдым». «Есіне салдың ба? Не туралы есіне салдың?» деп қадала сұрады Пендлтон. «Басқаларды өз ойына қалай үйреткенін есіне салдым. Енді миссис Сноуды, басқаларды өзіңіз де білесіз ғой. Бірақ біздің кішкентайымыз қошақаным жылап тұрып, осы жағдайға тап болғалы бері бәрі бұрынғыдай емес, бәрі өзгерді. Қазір ғана түсіндім. Мүгедектерді өмір бойы қуануға үйрету бір басқа да, өзің мүгедек болып қалу бір басқа екен», деді. «Біздің кішкентайымыз қанша рет басқа адамдарға жеңіл болсын деп қуанса да, қуанғаннан өзіне жеңіл емес екенін, жеңілдемегенін айтты. Ол енді ешқашан тұрып жүре алмайтынын ғана ойлай береді. Басқа ой ойлағысы келмейді». Нэнси үндемей қалды. Мистер Пендлтон да үндемеді. Ол бетін қолымен жауып алып креслода
отырған. Міне, сол кезде мен ойын туралы оның есіне салдым, деп жалғастырды Нэнси. Бұрын ол маған қиындық көп болса, ойында қызығырақ болады дейтін. Қазір ол ойы өзгеріпті. Өйткені қиындыққа тап болғанда ойнағысы келмейтінін түсініпті. Енді мен кетейін, сэр, деп Нэнси аяқ астынан асығып есікке қарай жүгірді. Есік табалдырығына жеткенде артына қарап қорқа тіл қатты. Сэр, мисс Полианнаға не айтайын? Джимми Бин туралы. Онымен кездескіңіз келе ме? Оны көрмесем, сен бұл туралы қалай айтасың? Әлде не айтсаң, қатты таңғалар едім, деп бұрқ ете қалды мистер Пендлтон. Бұл сені неге қызықтырады? Жоқ, қызықтырмайды, сэр. Бұл тек Полианнаны мазалайды. Оны сізге өзі әкеле алмайтынына қынжылады. Бірде сізге апарғысы келгені туралы айтқан. Бірақ ол кезде өзін жақсы жағынан көрсете алмай қалады деп қорыққан екен. Сізге ұнамай қалса, үйіме кіргізетін бала емес екен, деп ойлап қаласыз деп қорқыпты. Қызымыз осылай деді. Шынымды айтсам, оны түсінбедім. Мүмкін сіз оның не айтқысы келгенін түсінген боларсыз. Маңызды емес, оның не айтқысы келгенін білемін. Міне, сэр, ол баланы сізге өзі алып келіп, үйде бала болғаны бақыт екеніне көзіңізді жеткізгісі келіп еді. Енді олай істей алмайды. Қарғыс атқыр мәшине. Кешіріңізші, сэр. Сонымен сау болыңыз. Есікті жауып, дәлізден жылдамдата өткен Нэнси далаға атып шықты. Белденфилде Полианнаның сырқаттанып қалғанын бәрі естіді. Бұл қала бұрын ешқашан ешкімді бұлай аямайтын. Көбі Полианнамен танысып үлгерген, ал кейбіреуі жақынырақ танымаса да ол туралы көп естіген. Оны кездестірген жанның барлығы қуанышынан қуат алып, секпіл бетінде шуақ шашып тұратын сүйкімді күлкісінен нұрланатын. Барлық тұрғындар оның керемет ойыны туралы білетін. Бір сөзбен айтқанда, ол керемет қыздың мұндай жағдайға тап болуы ешқашан мүмкін еместей көрінетін. Бірақ қазір бәрі мұны тағдыр ісі деп ойлауға мәжбүр. Бұл жағдай туралы әйелдер асханада, бөлмеде, үй артында сөйлескенде көздеріне жас алатын. Ал еркектер жағы бұрылыстарда, дәмханаларда, дүкендерде талқылайтын. Көбі іштей егілетін. Мид дәрігер қойған диагноздан соң Нэнсидің енді ештеңеге қуана алмайтынына өкінетін қыз туралы әңгімесін естіген барлық адам одан бетер аяушылық таныта бастады. Осы кезде Полианнаның достарының бәріне бір мезетте бірдей ой келген сияқты. Харрингтондағы сарай үй иесі қанша таңғалса да адам аяғы үзілмейтін үйге айналды. Мисс Поли көпшілігін танымаса да келген адамдарды қабылдаудан басқа шарасы қалмады. Ер азаматтар, әйелдер, балалар, мисс Поли жиенінің танысы мұнша көп екенін білмепті. Біреулері бөлмеге кіріп 10 минуттай отырады да, қалғандары есік алдында тұратын. Егер әйел болса, ұялғаннан сөмкелерін тербете, еркек болса, бас киімін желдеткіш орнына қолданып желпіп тұратын. Кейбіреулері Полианнаға кітап, гүл, тәтті тағамдар беретін. Кейбіреулері ашықтан ашық жылайтын. Кейбіреулері теріс қарап қатты сіңбіретін. Әр адам өзін қалай ұстаса да барлығы бірдей қыздың жағдайын тәппіштеп сұрайтын. Мисс Полидің мазасын алатын сөздерді қызға жеткізуін өтінетін. Бірінші болып Джон Пендлтон келді. Бұл жолы ол балдақсыз болатын. Сізге менің қалай есеңгіреп және қынжылып тұрғанымды сөзбен жеткізу қиын, деп орнында тұрып сөзін бастады ол. Ештеңе істеуге болмай ма? Қолымыздан келгеннің бәрін жасап жатырмыз, деді шаршаңқы түрмен мисс Поли. Мид дәрігер көмектесетін дәрілерді жазып берген. Уэрон дәрігер оның жазғанын бұлжытпай орындап жатыр. Бірақ Мид дәрігер ешқандай үміт жоқ дейді. Джон Пендлтон орындықтан жылдам ұшып тұрып, иеліп шығуға бет алды. Бұл таңғаларлық жағдай еді. Өйткені оның келгеніне
1 минут қана болған. Оның ернін тістеп тұрғанын және бозарған жүзін көрген мисс Поли бәрін түсінді. Есікке жете бере мистер Пендлтон артқа бұрылды. Мен жылап тұрғанын білдірмеуге тырысып былай деді. Полианнаға мынаны жеткізгеніңізді қалаймын. Оған Джимми Бинмен кездескенімді айтыңызшы, өтінемін. Енді ол менің балам болады. Осыны айтыңыз. Мүмкін бұл жаңалық оны қуантатын шығар. Енді Джимми менімен бірге тұрады. Мүмкін оны асырап алатын шығармын. Мисс Харрингтон қобалжуын тыя алмай айқайлап жіберді. Сіз Джимми Бинді асырап аласыз ба? Джон Пендлтонның иегі кемсеңдеп кетті. Я асырап аламын. Полианна мені түсінеді деп ойлаймын. Міндетті түрде осыны жеткізіңіз. Ол қуанып қалады деген үміттемін. Я, міндетті түрде, деді мисс Поли сыбырлап. Рахмет. Джон Пендлтон иеліп шығып кетті. Ал таң қалған мисс Поли әлі де бөлме ортасында тұрып, есіктен көзін алмады. Өз құлағына өзі сенбей тұр. Джон Пендлтон Джимми Бинді асырап ала ма? Бай, тәуелсіз және түнеріп жүретін Джон Пендлтон, сараң, өзімшіл деген атағы біраз жерге жайылған адам бала асырап ала ма? Асырап алғанда қандай баланы десеңізші? Мисс Харрингтон есіктен көзін әрең тайдырып, Полианнаның бөлмесіне ілби барып зорға кірді. Полианна, жаңа ғана мистер Джон Пендлтон келіп кетті, деп жай ғана сыбырлап айтты. Джимми Бин енді онымен бірге тұрады екен. Саған соны айтуымды сұрады. Бұл туралы есту сені қуанышқа бөлейтінін айтты. Полианнаның мұң шалған жүзі әп-сәтте нұрланып шыға келді. Қуанамын, деп сенімсіз түрде қайта сұрады. Я, Поли тәте, мүмкін қуанармын. Джиммиге үй тауып бергім келген. Ал мистер Пендлтонның үйі сондай керемет. Мен мистер Пендлтон үшін де қуаныштымын. Сіз түсінесіз бе, Поли тәте? Енді оның үйінде бала шулап жүретін болады. Кімнің шуы? Полианна қызарып кетті. Тәтесіне мистер Пендлтонның өзін асырап алғысы келетіні туралы айтпағаны есіне түсті. Қазір ол туралы айтқысы да келмеді. Тәтесі мистер Пендлтон үшін оны тастап кетеме деп ойлап қалады деп қорықты. Бала шуы, Полианна асығыс айтты. Мистер Пендлтон бірде маған әйелдің қолы мен жүрегі және бала болмаса нағыз үй болмайды деген. Я, түсінемін, деді мейіріммен. Ол Полианна ойлағаннан да тереңірек түсінген еді. Мистер Пендлтонның Полианнаны алу арқылы соп-сұр тастардың үйіндісін нағыз үй жасау идеясына қарсы тұра білген сіңілісінің жігеріне разы болды. Я, бәрін түсінемін, деп қайталады ол көзі жасаурап. Осы тақырыпты жалғастырмас үшін Полианна үй туралы, Пендлтон жотасы туралы, оның қожайыны туралы айтып, әңгімені басқа жаққа бұрғысы келді. Чилтон дәрігерде әйелдің қолы мен жүрегі және бала болмаса нағыз үй болмайды деген. Мисс Поли селк ете қалды. Чилтон дәрігер? Нағыз үй туралы Чилтон дәрігердің солай ойлайтынын қайдан білесің? Оның үйінде болғам. Сол кезде өз аузынан естідім. Оған қоса үйде емес, тек бөлмеде тұратынын да айтқан. Мисс Поли артқа бұрылып терезеге қадала қарады. Сол кезде одан: неге қолыңыз бен жүрегіңізді бір әйелге ұсынып, нағыз отбасын құрмайсыз? Деп сұрағанмын. Полианна, деді мисс Поли оған бұрылып. Оның беті қызарып тұр еді. Осыны сұраған кезде ол өте көңілсіз болды. Ол саған не деп жауап берді? Деп сұрады мисс Поли. Ол ұзақ үндемей тұрып қалды да, қанша қатты тырысса да, әйелге қолы мен жүрегін ұсыну қиын болатын кездер туралы айтты. Мисс Полидің екі беті одан әрі қызарды, сондықтан терезеге қараған болып бұрылып кетті. Сол кезде мен Чилтон дәрігерге серік болар әйел керек екенін түсіндім. Соған оның қолы жетпейтіні қандай өкінішті. Оны қайдан білесің, Полианна? Ол келесі күні тағы бір нәрсе айтты. Оны өте жай айтқанмен естіп қойдым. Ол бір әйелдің жүрегін жаулап алу үшін бәрін беретінін айтты. Поли тәте, не болды, Поли тәте? Деп айқайлап жіберді Полианна. Ал Поли тәтесі орнынан тұрып терезеге қарай
жүгіре жөнелді. Бәрі жақсы қалқам, мен тек мына мөлдір шынының орнын ауыстырып қояйын дегенмін, деп жауап берді Поли тәтесі. Оның жан дүниесінде төңкеріс болып жатыр еді.